Баршаңызға сәлем, сіздермен Жансая. Бүгін ерекше тағам жасаймыз. Ең алдымен картошканы осылай жұқалап тұрып турап, соны қойып шығамыз. Картошканы қойып болған соң кішкене майонез осылай жағып қоямыз. Одан соң бар фаршты жаймалап, оған бетіне кішкене шипочка тұз сеуіп, оған да майонезді осылай жағып шығамыз. Енді жұқалап тұрған пиязды қойып шығамыз. Үстінен кішкене майонез жағып, картошкамызды қойып шығамыз. Оның үстінен тұздап, үстінен қайтадан майонез жағып қоямыз. Енді теркадан сәбізді өткізіп алып, соны қойып шығамыз. Үстінен тұздап, майонез жағып, үстінен қайтадан картошка қойып шығамыз. Картошканы қойып болған соң майонез жағып, помидорын қойып, 1 сағатқа 180 градуста пісіруге жібереміз. 1 сағатта уже пісті. Піскен соң сырын бетіне сеуіп, тағы 5 минутқа қойып аламыз. Мінекей тамағымыз дайын болды. Сыры толығымен еріді. Осылай кесіп, ыстықтай ұсынсаңыздар өте дәмді тағам. Мясо по-французски деген тағам өте сонда тойымды, ерекше отбасыларыңызға жасап, ерекшеленіп, қуантып, менің каналыма тіркеліп, лайк басып отырыңыздар, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздермен бірге болған Жансая.